Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен толқын. Мен бүгін сіздермен сүзбелі сочниктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстінен сары майымызды салып, ұнтақ етіп қолымызбен үгітіп шығамыз. Неке осындай осақ болып шығу керек. Енді бұның үстінен бір жұмыртқаны жабып саламыз. 3 ас қасықтай қант саламыз. Екі ас қасық қаймақ саламыз. Қаймақ менде 25% қаймақ. 1 шай қасықтай қопсытқыш, яғни разрыхите саламыз. Енді осы қамырымызды қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қоспаймыз. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Осы қамырды біріктірсек, жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыз жұмсақ болып иленді. Осындай болып шығу керек. Енді осындай целлофан пакетіне салып, 1 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа 3 ас қасықтай қант саламыз. Творог кішкене сұйықтау, сол үшін 2 ас қасықтай ұнтақ жармасы, яғни манная крупа саламыз. 1 жұмыртқаның сарысын саламыз. Және 1 ас қасықтай қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Енді мұздатқыштан алған қамырымызды осылай ұзын етіп дөңгелетіп аламыз және бірдей бөліктерге кесеміз. Мен таразыға салып өлшемін, бірдей 60 грамм болу керек. Дәл осындай көлемде етіп дөңгелектеп шығамыз. Енді үстелімізге ұн сеуе отырып, қамырымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Барлығын дәл осылай жайып аламыз. Дөңгелектеп жайып болғаннан кейін осылай кесенің немесе дөңгелек заттың көмегімен шет-шетін тегістеп кесіп алуымызға болады. Осылай тегіс болып шығады. Осындай дөңгелек болып шығады. Барлығын осылай етіп шығамыз. Қамырымыздың жартысына салмамызды, яғни сүзбелі салмамыздың салып шығамыз және бетін қайтарып, екі шетін қатты бекітеміз. Сонда салмамыз сыртқа шығып кетпейтін болады. Енді сочниктің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен бұл жерде 1 жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүт қосып араластырдым. Осылай барлығын бір тегіс етіп жағып шығамыз.
барлық жеріне тию керек, сонда қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Немесе өздеріңіздің пешіңіздің қызаруына байланысты пісіріп аласыздар. Егер пештеріңіз тез қызатын болса, 160-170 градуста пісіруге де болады. Пештен алғаннан кейін бетіне қалауымызша қант ұнтағын осылай себіп шығуға болады. Қант ұнтағының ерімейтінін сепсеңіздер өте жақсы болады. Арнайы кондитерлік магазиндерде сатылады. 2 күн 3 күнге дейін мына қант ұнтағы ерімей тұрады. Мінекей достар, мен сіздерге қазір үзіп көрсетемін. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ болып шығады. Жұмсақ, өте дәмді. Осымен достар, біздің сүзбелі сочниктеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет, дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де шайға осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау сәлемете болыңыздар.